Махаббат па, әлде қақпан ба? Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Бүгін сіздерге өмірден алынған әсер қалдыратын ерекше оқиғаны ұсынамыз. Бұл сырт көзге бақытты отбасы болып көрінгенмен, жабық есіктің ар жағында мүлде басқа өмір сүрген Айдана мен Асқардың хикаясы. Егер осындай өмірлік әңгімелерді ұнатсаңыз, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді әңгімені бастайық. Күздің алғашқы күндері болатын. Қала көшелерінде жаңбыр себелеп тұрды. Адамдардың бәрі қол шатырларын көтеріп, асығыс өз жұмыстарымен кетіп бара жатты. Айдана аялдамада автобусты күтіп тұрған. Қолында құжаттары бар көк папка, иығында ескілеу сөмке. Ол жаңа жұмысқа орналасқанына небәрі 2 ай ғана болған. Кенет қатты жел тұрып, қолындағы қағаздары жан-жаққа ұшты. Ойбай деп еңкейген Айдана қағаздарын жинай бастады. Дәл сол сәтте ұзын бойлы жігіт жүгіріп келіп, ұшқан қағаздарды ұстап қалды. Міне, алыңыз. Рахмет сізге. Деп ештеңе етпейді. Мен Асқармын. Мен Айданамын. Екеуі алғаш рет осылай танысты. Автобус келгенше әңгімелесіп тұрды. Сөз арасында екеуінің де кітап оқуды ұнататыны, ауылдан шыққандары, ата-анасын ерекше сыйлайтындары белгілі болды. Автобус келгенде Асқар, егер қарсы болмасаңыз, тағы бір күн кофе ішуге шақырсам деп едім. Айдана ұялып жымиып, көрерміз деп қана жауап берді. Сол күннен бастап Асқар күн сайын хабарласып тұрды. Таңертең қайырлы таң, бүгін күліп жүріңіз, кешке үйге аман жеттіңіз бе? Демалыста ата-анасының жағдайы қалай? Осындай ұсақ-түйек қамқорлықтар Айдананың жүрегін біртіндеп жаулап алды. 3 айдан кейін олар ажырамас жұпқа айналды. Құрбылары Айдана жолым болды, қазір кезде мұндай жігіт аз дейтін. Айдананың анасы да алғаш көргенде Асқарға риза болды. Өте сыпайы екен. Алла бақтарыңды ашсын деп батасын берді. Бірақ бір адам ғана үндемей қалды. Ол Айдананың әкесі. Қонақтар кеткен соң ол қызын шақырып, қызым ренжіме, бір нәрсе көңіліме қонбай тұр. Несі деп сұрап еді. Асқар тым мінсіз көрінеді. Оның несі жаман әке деп сұрады. Адамның бәрі мінсіз болмайды. Кейбір адамдар шын мінезін жасырып жүреді. Айдана күліп жіберді. Әке сізде. Мен жай ғана әкелік жүрегіммен айтып тұрмын. Айдана бұл сөзге мән бермеді. Арада 5 ай өткенде Асқар үйленуге ұсыныс жасады. Қымбат мейрамханалардың бірінде ол сақинасын шығарып, Айдана өмір бойы менің жанымда болуға келісесің бе? деген ұсыныс жасады. Айдананың көзінен қуаныш жасы шықты. Әрине келісемін. Көп ұзамай той өтті. Тойда бәрі таң қалды. Асқар ешкімді ренжітпейді, үлкенге ізет көрсетеді, кішіні құрметтейді. Тіпті асабаның өзі осындай тәрбиелі күйеу жігіт сирек кездеседі деді. Ал Айдана өзін әлемдегі ең бақытты әйел сезінді. Бірақ тойдан кейін бар болғаны 2 апта өткенде Асқар алғаш рет телефоныңды бере тұршы деді. Айдана еш күмәнсіз телефонын ұсынды. Асқар үнсіз отырып барлық хаттарын, қоңырауларын, әлеуметтік желілерін қарап шықты. Не істеп отырсың деп күліп сұрады Айдана. Асқар да жымиды. Ештеңе, жай ғана қызық көрдім. Айдана бұл әрекетті махаббаттың белгісі деп қабылдады. Бірақ дәл сол түні Асқар ұйықтап жатқан Айдананың телефонын қайта алып ешкімге білдірмей барлық чаттарын тағы бір рет оқып шыққанын ол әлі білмейтін еді. Ал бұл оның өмірін өзгертетін алғашқы белгі болатын. 2 бөлім. Біртіндеп өзгерген адам. Айдана сол түні Асқардың телефонын қайта-қайта тексеріп жатқанын білмеді. Таңертең оянғанда бәрі бұрынғыдай көрінді. Асқар әдеттегідей қайырлы таң жаным деп күлімсіреді. Айдана жымиып қайырлы таң деді. Ол күйеуінің өзіне деген махаббатын еш күмәнсіз қабылдайтын. Бірақ бірнеше күннен кейін Асқардың қызғанышы анық байқала бастады. Айдана жұмыстан келе жатқанда автобуста бұрыннан танитын әріптесі Даниярды кездестірді. Айдана, сәлем, қалайсың деді Данияр. Жақсымын, өзінше. Екеуі бар болғаны бірнеше минут сөйлесті. Бірақ үйге келгенде Айдананы күтпеген сұрақ қарсы алды. Бүгін Даниярмен не туралы сөйлестің? Айдана сөмкесін қойып, Даниярды қайдан білесің? Сен айттың ғой. Жай ғана жұмыстағы әріптесім. Асқар үнсіз қалды. Саған оның не керегі бар? Айдана түсінбей тұрды. Асқар, біз жолда кездесіп қалдық. Кездейсоқ па? Иә. Жақсы. Осы жақсы деген сөзін өзі Айдананың көңілін түсіріп жіберді. Сен маған сенбейсің бе? Жоқ, сенемін. Онда неге бұлай сұрайсың? Асқар бірден жұмсарып, мен сені жоғалтып алудан қорқамын деді. Айдана оның қолынан ұстап, мен ешқайда кетпеймін. Асқар оны құшақтады. Сол сәтте Айдана тағы да бәрін кешірді. Өйткені ол Асқардың қызғанышын махаббат деп қабылдайтын. Арада 1 ай өтті. Бір күні Айдананың құрбысы Мөлдір қонаққа келді.
Екеуі шай ішіп отырып студенттік кездерін еске алды. Айдана, сен қатты өзгеріп кетіпсің, деді Мөлдір. Қалай, деп сұрады Айдана. Бұрын үнемі күліп жүретін едің. Қазір тып-тынышсың. Айдана үндемеді. Мөлдір оның көзіне қарап, Асқар екеуінің араларында бәрі жақсы ма? Әрине жақсы, деп жауап берді Айдана. Шын айтшы, бәрі жақсы, Мөлдір сенбеді. Бірақ қазбалап сұрамады. Қонақ кеткеннен кейін Асқар үйге келді. Мөлдір неге келді? Шай ішуге, деп Айдана жауап берді. Қанша отырды? 2 сағаттай. Не сөйлестіңдер? Айдана бір сәт үнсіз қалды. Әйелдердің әңгімесі ғой. Асқар қабағын түйіп, мен сенен сұрап тұрмын. Айдана оның даусынан қорқып, өткенді, жұмысты, күнделікті нәрселерді сөйлестік, деді. Мен туралы сөйлестіңдер ме, деп сұрады Асқар. Жоқ. Нақты? Иә. Асқар оған ұзақ қарап тұрды. Сосын, Мөлдірмен енді көп араласпа, деді. Неге? Маған ол ұнамайды. Бірақ ол менің құрбым ғой, Асқар. Менің пікірім маңызды емес па саған, Айдана? Айдана тағы да үндемеді. Сол күннен бастап Мөлдірге баруды қойды. Уақыт өте келе Асқардың талаптары көбейді. Бұл киімді киме, ана жаққа барма, мына адаммен сөйлеспе, телефоныңды көрсет, ақшанды неге жұмсадың, анана қанша рет хабарластың. Айдана әр нәрсеге есеп беруге үйреніп кетті. Айдана Асқардың бақылауында өмір сүріп жүргенін алғашында өзі де байқамады. Өйткені Асқар ешқашан мен сені бақылап жүрмін деп ашық айтпайтын. Ол бәрін махаббатпен жасайтын. Қайда барасың? Дүкенге. Қай дүкенге? Үйдің жанындағы дүкенге. Қазір барасың ба? Иә. Қанша уақытта келесің? Білмеймін, тез келемін. Жақсы, барғанында жаз, үйге шыққанда хабарлас. Басында Айдана бұған мән бермейтін. Күйеуім ғой, уайымдайды деп ойлайтын. Бірақ уақыт өте келе ол өзінің әр қадамы туралы есеп беріп жүргенін сезе бастады. Таңертең қайда баратынын айтатын, кіммен сөйлескенін айтатын, қашан үйге келетінін айтатын, телефонына кім қоңырау шалғанын түсіндіретін, кейде тіпті неге көңілсіз отырғанын да түсіндіруге тура келетін. Асқардың не болды деген қарапайым сұрағына Айдана кейде жауап бермес бұрын ойланып қалатын. Дұрыс жауап берсем екен, мұны айтсам қызғанып қалмай ма, мынаны айтсам ренжіп қалмай ма деп бір күні ол өзі таң қалды. Мен неге әр сөзімді өлшеп сөйлейтін болдым? Бірақ ол кезде бұл сұрақтың жауабын іздеген жоқ. Өйткені Асқар оны өте жақсы көретін, оны ештеңеден тарықтырмайтын, үйдің бар жағдайын жасайтын. Айдана бір нәрсе айтса орындауға тырысатын. Ауырып қалса түнімен қасында отыратын. Ал балалар дүниеге келгенде одан сайын отбасы үшін өмір сүретін адамға айналды. Айдана жүкті болғанын білген күні Асқардың қуанышында шек болмады. Шын айтып тұрсың ба? Иә. Асқар әйелін құшақтап ұзақ уақыт жібермеді. Біз ата-ана боламыз деп қуанды. Айдана күліп, сен әке боласың, ал сен ана боласың. Қорқып тұрмын. Неден? Білмеймін. Бәрі өзгереді ғой. Асқар оның маңдайынан сүйді. Не болса да мен сен қасындамын. Ол шынымен де қасында болды. Жүктіліктің барлық кезеңінде Айдананы жалғыз қалдырмады. Дәрігерге өзі апарды, дәрісін уақытында ішкізді, ауыр зат көтертпеді, тамақ дайындады. Тіпті түнде Айдананың ұйқысы қашса қасында отырып сөйлесетін. Айдана сол кезде өзін өте бақытты сезінді. Асқарға қарап, мен дұрыс адам таңдаған екенмін деп ойлайтын. Бала дүниеге келген күні Асқардың көзінде жас болды. Ол сәбиін қолына алып, менің балам деп ұзақ қарап тұрды. Сосын Айдананың жанына барып, рахмет саған, Айдана. Не үшін? Мен өмірімді өзгерттім, дейді. Бала өсе бастады. Үйдің іші баланың күлкісіне толды. Асқар жұмыстан шаршап келсе де, есіктен кірген бойда баласын қолына алатын. Әкесі келді. Айдана сол көрініске қарап бақытты болатын. Асқар керемет әке еді. Ол баласына ештеңе аямады. Жаңа киім, ойыншық, дәрігер балаға керек нәрсенің бәрін өзі алып беретін. Айданаға да сен ештеңе ойлама, мен бармын дейтін. Бірақ Асқардың мен бармын деген сөзі уақыт өте келе Айдана үшін екі түрлі мағынаға ие бола бастады. Бір жағынан бұл сөз қауіпсіздік еді, екінші жағынан қамалдың есігі сияқты еді. Өйткені Асқар бар жерде Айдана жалғыз шешім қабылдай алмайтын. Жылдар өте тағы бір бала дүниеге келді. Сосын тағы бір. Айдана декреттен декретке шығып жалғаса берді. Бір баласы кішкентай кезінде екіншісіне аяғы ауыр болады. Бір баласы балабақшаға барған кезде кішісі дүниеге келеді. Үйде бала көп, ас үйде тірлік көп, кір көп, шаршау көп. Бірақ Асқар үшін бұл өмір ұнайтын. Ол әйелін үйде болғанын қалады. Балаларға өзін қарағанын жақсы. Сен үйде болсаң көңілім тыныш деп отыратын. Айдана оның бұл сөзін түсінетін. Асқар оны бөтен адамның қасында елестете алмайтын. Әсіресе жұмысқа шыққанын қаламайтын. Не үшін жұмысқа шығасың? Өзім де бір нәрсемен айналысқым келеді, дейтін Айдана. Саған бірдеңе жетпей жүр ме? Жоқ, онда неге жұмыс істейсің? Үйде отырып шаршаймын. Асқар оған қарап,
Мен сені шаршағаныңды қаламаймын, балалармен үйде отыр, мен бәрін қамтамасыз етемін дейді. Айдана үндемейтін. Өйткені Асқар шынымен де бәрін қамтамасыз ететін. Ақша жағынан ештеңеден қиналмайтын. Бірақ адамға тек ақша керек емес екенін Айдана біртіндеп түсіне бастады. Оған адамдармен сөйлесу керек еді. Өзінің бір ісі болғанын қалады, өзінің табысы болғанын қалады. Біреуге пайдалы болғанын сезінгісі келді. Бір күні Айдана үйде отырып телефоннан бір нәрсе үйрене бастады. Сурет салу, дизайн оған қызық болды. Балалар ұйықтаған кезде бірнеше сағат отырып үйренетін. Бірнеше күннен кейін алғашқы жұмысын жасап көрді. Оған қатты ұнады. Асқар, қарашы деді. Асқар телефонға қарап, бұл не деді? Өзім жасадым. Жақсы екен. Мен осыны үйреніп ақша тауып көрсем деймін. Асқар, бірден қажет емес. Айдана таң қалды. Неге? Саған кімдер хабарласады? Білмеймін. Клиенттер хабарласады. Ер адамдар бола ма? Айдана оның не айтқысы келген бірден түсінді. Мүмкін, онда қажет емес деді Асқар. Мен сені білемін. Мен не істедім? Ештеңе. Онда неге бастамай жатып тоқтатасың? Өйткені мен сенің бөтен ер адамдармен сөйлескенді қаламаймын. Айдана үндемей қалды. Бірнеше күннен кейін ол әлгі ісін тоқтатты. Кейін Айдана тағы бір нәрсеге қызықты. Үйден торт пісіріп сатып көруге шешім қабылдады. Басында бәрі жақсы болды. Бірнеше әйел тапсырыс берді. Айдана қуанып жүрді. Өзінің кішкентай кәсібі пайда болғандай сезінді. Бірақ бір күні тапсырыс беруші ер адам болып шықты. Ол әйеліне туған күнге торт тапсырыс беріпті. Асқар мұны естігенде ер адам ба деп сұрады. Я, бірақ әйеліне алып жатыр деп едім, номеріңді қайдан алыпты деп сұрады. Инстаграмнан. Онымен сөйлестім бе? Тапсырыс туралы ғана деді Айдана. Енді жасамайсың. Айдана, неге? Мен айттым, болды деді Асқар. Бірақ бұл менің жұмысым ғой. Саған жұмыс істеудің қажеті жоқ. Айдана оған қарап ұзақ тұрды. Сонда мен не істеймін? Асқар, үйде боласың. Бұл сөз Айдананың жүрегін ауыртты. Ол тағы да жұмысын тоқтатты. Бірнеше айдан кейін Айдана басқа нәрсеге кірісті. Балалар киімін онлайн сатуға тырысты. Асқар бастапқыда қарсы болмады, бірақ бірнеше күннен кейін клиенттерің кім деп сұрады қайтадан. Әйелдер деді Айдана. Барлығымен өзің сөйлесесің ба? Иә. Телефонына ер адамдар жазып жүрме? Кейде. Онда қоя ғой деді қайтадан. Айдана бұл жолы дау айтпады, телефонын жауып қойды. Кешке балалар ұйықтаған соң ол ас үйде жалғыз отырды. Алдында өзі дайындаған заттар жатты. Бір ғана ой келді. Мен не істесем де соңында бәрібір тастаймын. Сол түні Айдана ұзақ жылады. Асқар оның жылағанын байқап қалды. Неге жылап отырсың деді. Шаршадым. Балалардан ба? Жоқ. Онда неден? Айдана бірден жауап бере алмады. Білмеймін. Асқар оның қасына отырып, мен саған не жетпей жүргенін түсінбеймін. Айдана оған қарады. Маған ештеңе жетпейді. Онда неге жылайсың? Айдана, кейде өзімді жоғалтып алғандай сезінемін. Асқар оның қолын ұстап, сен менің әйелімсің, балаларымның анасысың. Айдананың көзіне жас келді. Мен сол ғана болғым келмейді. Асқар үндемей қалды. Айдана бірден, балаларымды жақсы көрмеймін дегенім емес. Білемін. Сенің әйелің болғанымды да жақсы көремін. Білемін, деді Асқар. Бірақ мен өзім де бір өмірім болғанын қалаймын. Асқардың қабағы түйілді. Мен саған не жетпей жүргенін түсінбеймін. Айдана ақырын, еркіндік. Осы бір сөзден кейін Асқар үнсіз қалды. Сол күннен кейін Айдана Асқарға көп нәрсені айтпайтын болды. Өйткені не айтса да оның соңында бір сұрақ болатын. Кім мен? Неге? Қайда? Қашан? Кім хабарласты? Ол адам кім? Айдана бірте-бірте әр сөзін ішіне сақтай бастады. Бұрын ол мен мөлдірмен сөйлестім дейтін, қазір айтпайды. Бұрын мен жұмыс тауып алдым дейтін, қазір айтпайды. Бұрын ертең анама барып келем дейтін. Қазір алдымен Асқардың көңіл күйін бағамдайды. Өйткені ол не айтса да соны бір жерден қызғанышқа келіп тірелетін. Уақыт өтіп жатты, балалар өсіп келе жатты. Ал Айдананың ішіндегі шаршау да өсе берді. Ол Асқарды жек көрмеді, керісінше кейде оның ұйықтап жатқан жүзіне қарап, мен сені қалай тастаймын деп ойлайтын. Асқар балаларын құшақтап ұйықтап жататын. Кейде түнде тұрып балалардың үстін жауып қоятын. Айдана осының бәрін көріп, ол жаман әке емес дейтін. Ол жаман күйеуде болғысы келмейді. Ол мені шын жақсы көреді. Бірақ содан кейін тағы бір ой келетін. Онда неге мен оның қасында бақытсыз болып барам? Бір күні Айдана шкафты жинап отырып, өзінің бұрынғы киімдерін тауып алады. Бірнеше жыл бұрынғы көйлектері, өзі жұмыс істеп жүрген кездегі киімдері, сол киімдердің бірін қолына ұстап тұрып айнаға қарады. Өзінің бұрынғы суретін есіне алды. Күліп тұрған, арманы көп, өзіне сенімді, өз шешімін өзі қабылдайтын қыз. Қазірші үй, балалар, Асқар, тағы да үй, тағы да балалар, тағы да Асқар. Айдана көзін жұмды. Сол кезде оның ойына алғаш рет анық түрде ажырассамшы деген ой келді. Өзі осы ойдан шошып кетті. Жоқ деп сыбырлады. Балаларын суретіне қарады. Балаларым әкесіз қалай қалдырамын? Асқарды елестетті. Ол балаларынсыз қалай өмір сүреді? Ол біраз уақыт үнсіз отырды. Ажырасқысы келгенімен Асқарды жек көрмейтін. Оған деген сезімі әлі де бар еді. Тіпті оны көргенде жүрегі жылитын. Бірақ сол жүректің ішінде енді тағы бір сезім пайда болған.
ол сезім түн шығу. Сол кеште Асқар үйге үлкен сөмке көтеріп кірді. Балаларға киім алдым. Балалар қуанып әкесінің жанына жүгірді. Әке! Асқар оларды бір-бірлеп құшақтады. Айдана есік алдында үнсіз қарап тұрды. Асқар оған да келіп, саған да бір нәрсе алдым. Маған ба? Иә. Сыйлығын қолына бергенде Айдананың көзіне жас келді. Асқар не болды деп сұрады. Айдана басын шайқады. Ештеңе. Қуанып тұрсың ба? Иә. Асқар оны құшақтады. Мен сені бақытты еткім келеді. Айдана оң құшағында көзін жұмды. Ал ішінен, сен мені бақытты еткің келеді, Асқар. Мен оны білемін. Бірақ сенің махаббатыңның ішінде өзімді жоғалтып бара жатқанымды қалай түсіндіремін деп ойлады. Ол сол түні тағы да ұйықтай алмады. Терезе алдында ұзақ отырды. Бір жағында балалары, бір жағында Асқар, ал ортасында өзі. Айдана алғаш рет өзіне шын сұрақ қойды. Мен осы өмірде тағы 10 жыл осылай өмір сүре аламын ба? Жауабы бірден келмеді. Бірақ жүрегінің түбінен бір әлсіз дауыс шықты. Жоқ, мен бұлай өмір сүре алмаймын дегенде. Айдана сол сөзден қорқып кетті. Өйткені ол Асқардан кетуді емес, өзін құтқаруды ойлай бастаған еді. Айдана Асқарға өзінің ішкі жағдайын түсіндіруге бірнеше рет тырысты. Бір күні балалардың бәрі ұйықтап қалған соң, екеуі ас үйде шай ішіп отырды. Айдана біраз үнсіз отырып, Асқар деді. Иә, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Асқар оған қарады. Иә, айта бер, мен соңғы кезде өзім жақсы сезінбей жүрмін деді. Асқар бірден қай жерін ауырады? Денем емес. Онда не? Айдана күрсінді. Ішімнен шаршадым. Асқар түсінбей қарап отырды. Неден шаршадың? Үйің бар, балаларым бар, мен бармын. Саған ештеңе жетпейді ғой деді. Айдананың көзіне жас толды. Мәселе затта емес. Онда неде? Мен өзімді жоғалтып алғандаймын. Асқар біраз үнсіз қалды. Сен үйде отырсың, балалар қасында. Саған ешкім тиіспейді. Қай жерге барып жүрсің? Айдана оның сөзінен кейін үндемей қалды. Ол тағы да түсіндіре алмады оған. Себебі Асқардың түсінігіндегі бақыт пен Айдананың түсінігінде бақыт екі түрлі еді. Асқар үшін отбасы толық болса бәрі жақсы. Ал Айдана үшін отбасы бар бола тұра өзінің де адам ретінде өмір сүргісі келетін, ол жұмыс істегісі келетін, өз ақшасын тапқысын келетін, құрбысымен еркін сөйлескісі келетін, кейде балаларсыз жалғыз өзі дүкенге шығып барып тыныш кофе ішкісі келетін. Осының бәрін оған үлкен арман сияқты болып кеткен еді. Мен саған жамандық жасап жүрмін бе деп сұрады Асқар. Жоқ, балаларға қараймын ба? Иә. Үйге ақша әкелемін бе? Иә. Сені жақсы көремін бе? Айдана ерні дір етті. Иә. Онда неге көңілің толмайды? Айдана осы сұраққа жауап бере алмай қалды. Өйткені Асқардың әр сөзі дұрыс сияқты еді, бірақ оның ішінде бір нәрсе күн сайын сөніп бара жатты. Тағы бір күні Айдана, мен бір курс оқып көрсем деймін деді. Қандай курс? Үйде оқимын, кімдер оқиды, білмеймін. Ер адамдар бар ма? Айдана көзін жұмып. Асқар деп күрсіне қарады. Не деді Асқар? Мен әлі ештеңе бастаған жоқпын, сондықтан сұрап тұрмын. Неге сен әр нәрседе ер адамды іздейсің? Асқардың жүзі өзгерді. Өйткені мен сені білемін. Сен мені білесің бе, әлде өзің ойлаған Айдананы білесің бе? Асқар үндемей қалды. Бірнеше күннен кейін Айдана курсты да тастады. Ол өзіне бәрібір Асқар деген жейді деп түсіндіре бастады. Осылайша әр арманы басталмай жатып өшіп жатты. Уақыт өте Айдана Асқарға ештеңе айтпайтын болды. Өйткені ол бір нәрсе айтса міндетті түрде сұрақ қойылатынын білетін. Кіммен сөйлестің, қайда бардың, неге бардың, қанша отырдың, неге ол адам саған жазды, неге телефонмен ұзақ сөйлестің? Айдана енді тіпті сөздерін алдын ала ойлайтын болды. Кейде Асқар бүгін не істедің деп сұраса, Айдана үйде болдым дей салады, қысқа ғана жауап беретін шығарды. Шын мәнінде ол күні бойы балалармен әбігер болып, үй жинап, тамақ жасап, 1 сағат өзіне тапқан еді. Бірақ оны да айтқысы келмейтін. Өйткені өзіне неге уақыт бөлдің деген жаңа сұрақтың туатынын білетін. Бір күні Асқар жұмыстан әдеттегіден ерте келді. Айдана телефон ұстап отырған. Кіммен сөйлесіп отырсың деді. Ешкіммен. Телефонды берші. Айдана телефонды ұсынды. Асқар қарап шықты. Ештеңе жоқ, бірақ оның көңілі тынышталмады. Соңғы кездері Айдананың өзіне көп нәрсе айтпайтынын байқай бастаған еді. Бұрын әйелінің әрбір ісін білетін. Қазір Айдана тұйық болып кеткен. Көп сөйлемейді. Сұрақ қойса қысқа жауап береді. Кейде Асқар бөлмеге кіргенде Айдана ойға батып отыратын. Не ойлап отырсың? Дейтін Асқар. Ештеңе. Неге мен келгенде үндемей қаласың? Шаршадым. Асқардың ішінде күдік кіре бастады. Бір күні ол тіпті сенің біреуің бар ма деп сұрап жауап берді. Айдана оған аң-таң болып қарады. Не? Біреумен сөйлесіп жүрсің бе? Деді Асқар. Асқар деген ашу дауыспен айтылды. Мен жай сұрап тұрмын, деді Асқар. Сен шынымен мені сондай адам деп ойлайсың ба? Мен білмеймін, деді Асқар. Мен жылдар бойы үйде отырмын. Балаларымызды дүниеге әкелдім. Сен отбасың үшін өмір сүрдің. Сонда да сен менен күдіктенесің бе деп Айдана таң қалды. Асқар үнсіз қалды. Айдананың көзіне жас келді. Менің біреуім жоқ.
Онда неге өзгердің? Айдана ащы жымиды. Өйткені мен шаршадым. Неден? Сенен емес. Ол біраз үнсіз тұрды. Сенің күдігіңнен, бақылауынан, әр сөзіме есеп бергеннен, өзіме қатысты бір шешімді өзім қабылдай алмай қалғанымнан. Асқардың қабағы түйілді. Ол әйелінің сөзін естіді, бірақ жүрегі басқа нәрсені қабылдап тұрды. Егер біреу болмаса, неге ол менен алыстап барады? Осы ой оның басына мықтап орнығып алды. Сол күннен бастап Асқардың күдігі бұрынғыдан да күшейді. Айдананың телефонына хабарлама келсе, ол бірден кім деп сұрайтын. Айдана дүкенге шықса, қайдасың деп қайта-қайта жазатын. Бір сағат жауап бермесе, неге телефонды алмайсың дейтін. Ал Айдана болса, күн сайын бір нәрсені анық түсіне бастады. Асқар оның жанында жүрген сайын ол өзін жалғыз сезінетін. Өйткені күйеуіне өзінің шын ішкі жағдайын айтып жеткізе алмайтын. Ал Асқар болса, әйелін тұйықталғанынан шаршаудан емес, басқа біреуден көре бастады. Ол Айдананы бұрынғыдан да қатты бақылауға көшті. Ал Айдананың ішінде бір ғана ой күн сайын ақтала берді. Егер мен осылай өмір сүре берсем, бір күні өзімді мүлде жоғалтамын. Не істеймін енді деген сұрақтар мазалай берді. Бір жағынан ажырасқысы келді. Бір жағынан Асқарды да қимады, балаларды да қимады әкесіз қалдыруға. Айдананың іші алай-түлей болды. Не істерін білмей, өзі түн шыға бастады. Айдананың осы іс-әрекеттері дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Асқардың мінезіне шыдап көндігіп жүргені дұрыс па? Немесе өзін таңдап жаңа өмір бастау керек пе? Қалай ойлайсыздар? Келесі бөлімде жалғасы болады. Күтіңіздер.